Ассалаумалейкум достар, менің есімім Ерболат Вашев, жалпы осы трейдинг саласы бойынша 3 жылдық экспертмін. Осы жобаны бастаудағы басты мақсатымыз ол біздің трейдинг саласы арқылы реально табыс табуға болатынын дәлелдеу. Себебі қазір Қазақстанда трейдинг саласымен айналысып жүргендер көп, бірақ нәтижеге келгенде барлығы күмәнданып жатады. Сондықтан біз әртүрлі жастағы, әртүрлі мамандық иелерін таңдап алып, алдағы уақытта сіздерге реально табыс табуға болатынын көрсететін боламыз. Жалпы біздің арнаға тіркеліп алыңыздар міндетті түрде, және колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бүгінгі ойыншыларды қарсылайық. Прошу любить и жаловать, ladies and gentlemen, пахан тут. Мен, короче, осы реалитиға келдім. Қанша ақшамен басса, ақша жетеді. Қанша екенін айтпай қойын, жетеді ақша. Бұл жерде мен ешкімге қарамаймын, жас, үлкен, мне не важно, потому что мен әлі Форбсқа кіргім келеді, мен достигатормын, мен голодныймын, хладнокровный көзіммен қараңдаршы, от. Мен реалити деп қабылдаймын, ешкімге көмектеспеймін, ешкіммен не істемеймін, өз жолым өзіммен, так что қатысушылар не обижайтесь. Бір-бірімізді жақын таныстыру, енді бұл трейдингте андай қызғанатын нәрсе емес қой, бір-бірімізден жасау. Ал берсе, сіздердің де фанаттарыңыз пайда болады, берсе, балет етіп, Негізі бұл жобаға Ерасыл шақырған, білмеймін, қате болған сияқты. Неге өйткені мына жерде үлкен адамдар көп та, ал Ерасылға бәрібір болып тұр да. Үлкен кіші қарамай тұр, өзімдікі жасаймын, анау-мынау деп ше, шулатып, білмеймін, көрейік, қалай болады екен, может жобадан да шығарып жіберуіміз мүмкін. Есімім Арун, жасым 32-де. Бұның алдында небір салаларда жұмыс жасап көрдім, көбінесе офистық, тұрақты жұмыстар. Трейдинг негізгі еркіндік құралы. Трейдингпен неге айналысасың деп сұрасаңыздар, мен отбасымен саяхатқа шығуды жақсы көремін. Отбасымен жаңа жерлерді көру мен үшін үлкен бақыт. Негізі басқа офистық жұмыстар маған бұндай мүмкіндік бермейді. Сондықтан трейдингті жаңағындай еркіндік құралы деп өзім айтамын. Осы реалитиға $500 депозитпен келдім. Реалитиға келген кезде басты мақсатым үлкен ақша табу емес, басқа трейдерлармен опыт алмасу, басқа трейдерлармен инсайттар, жаңа инсайттар алып, бір мотивация алу басты мақсатым болды. Енді Арун деген бізде ішкі командада жүретін жігіт, тоже үш баланың әкесі, жас болса да опыты мықты. Білмеймін, енді өзінің опытымен пайдасы тиетін шығар, ол кісінің енді ертең топқа бөлгенде көреміз, қай топқа түсетінін. Менің атым Қуаныш Нұртай, мен 18-дем. Қазіргі таңда ЕНУ университетінің студентімін, 3-ші курста оқып жатырмын. Мамандығым мемлекеттік аудитор. Трейдингті таңдаған себебім ол күнделікті көп уақыт бөлмей, жақсы табысқа шығу болып келеді. Күніге жұмыс істемей, өйткені күніге жұмыс істеуге студент болған соң уақыт жетпейді бір кездерде, график дұрыс келмейді. Соң кесірінен трейдингті таңдадым. Бұл енді біздің ең жас қатысушы Нұртай. Бұл кісі андай қалайтсам болады тұйық адам. Енді жобада осы Нұртайға именно жас болғандықтан ашылуына, адамдардың алдында сөйлеуіне бір көмектескім келеді. Сол үшін Нұртайға сәттілік тілеп қой. Жалпы трейдингте плюстердің бірі ол любой жерде, любой уақытта ақша таба аласың. Мысалы, бір университетте отырып та таба аласың, үйде де отырып таба аласың, бос уақыттың кезінде қыдыруыңа, жүруіңе жететіндей ақша таба аласың. Сол маған үлкен плюс болып келеді. Сондықтан мен трейдингті таңдадым. Нұртай бай, Реалитиге келген мақсатым опыт жинау, жаңа білім табу. Сол білім арқылы жақсы плюске шығу болып келеді. Реалитиге $500 келдім. Сол мақсатпен, бірақ ең басты мақсатым ол білім алу болатын. Өйткені көптеген опытный трейдерлер болады деп айтқан соң, соған менің мақсатым жалпы сол трейдерлерден сол адамдардың опыттарын алып қалу, практиканы дұрыстап жақсарту болып келеді. Бақыт шаттық. Менің есімім Әсет, жасым 30-да, мамандығым көлікті пайдалану. Бұл жобаға мен $500 қаражатымен келдім.
Жобадан жаңа білім және де деңгейімді жаңа деңгейге көтеруді үміт артамын. Енді бізде Әсет мырзаны таңдап алдық. Енді қазір әртүрлі психотиптегі адамдармен алып жатырмыз ғой. Әсет мырзаның бір жағынан опыты да көп, и психологически жақсы поддержка береді андай. Былайша айтқанда осы реалитиді шулататын бір адамдардың бірі осы Әсет мырза болады. Сенде ең бастысы капиталды көбейту. Сенде бір позициямен өтіп кету емес, бір күнде ақша тауып кету емес. Сен рынокта қаншалықты ұзақ қала аласың, қаншалықты ұзақ жүре аласың, және де ол жақта қасқырлардың ішінде қаншалықты өзің қасқыр бола аласың деген сұрақ. Сол нәрсе мен үшін өзіме қатты сабақ болды. Білмеймін енді басқа кісілерде қалай екен. Нулевой позиция деген өте ауыр. Менің есімім Әлия, жасым 46-да. Мен тендер саласының маманымын. 4 жылдан бері айналсам. Тендердің 5 порталымен айналсам. Бірақ соңғы кезде тендерде конкурент өте көп. Одан бөлек кейбір шаруаларда ер адамдар мен бірге жүріп бітіруге тура келді. Сол үшін табысымды көбейту үшін, еселеу үшін осы трейдингке, реалити шоуға бізге екінші мүмкіншілік берген Ерболат мырза рахмет. Енді алла бұйыртса, мен $1000 келіп отырмын, соны $1500-2000 таңдаймын. Негізі осы реалитиді бастаған кезде ең бірінші ойыма келген, ең бірінші таңдаймын дегеніміз осы Алихан болған. Көресіздер, алдағы уақытта бұл именно осы реалити шоудың негізі геройы болды. Трейдинг саласына 3 жыл армандап па, сөйтіп келдім. Сөйтіп жеттім осыған. Офлайн оқимын дейді, офлайн келіп оқыдым. Осыны сол үшін енді бір Алла өзінің бір не қып тұрған несі шығар бұның бәрін. Жол көрсетіп тұрған, иә. Негізі табысқа мен жаман шықтым деп айтпаймын. Шүкір Аллаға бітірген бойда мен табысқа жақсы шыққанмын. Менің есімім Айгерім, жасым 38-де, мамандығым есепші. Енді Айгерім ханым бұл бір жыл бұрын оққан, трейдингті қатты жақсы көреді. Еще бұл кісі бухгалтер деп айтты ғой, және есепке жақын, командасына жақсы көмек береді негізі. $1000 бастаймын. Жақсы нәтиже күтемін. Атым Асылбек, 1991 жылы, $500. Ну, қалай айтсам болады. Нәтиже бірменен бір $3,000-4,000 шығарып деп ойлаймын. Енді бұл реалитиге таңдаған кезде ең бірінші таңдаған адам бірі осы Асылбек мырза болатын. Неге? Өйткені бұл кісі біріншіден кәдімгідей еңбекқор, позитивный кісі де, бір жыл болса да әлі күнге дейін общениедамыз. 4 баланың әкесі былайша айтқан кезде жақсы нәтиже көрсетеді деген үміттемін. Жалпы Асылбек мырзадан осы проектте біраз нәрселер күтемін мен. Осы кісінің ертең эмоциясын бәрін көресіздер ғой. Бұл кісінің эмоциясын мақтаймын. Бізден кіші болса да, біз ол кісіден үлкен болсақ та, білімі үлкен дегенмен. В принципе, еще қандай жағдайлар. Енді осы шоуға келіп жатырмыз, енді шоуға келгеннен кейін бүкіл айтып жатыр, Головкинға ұқсайсың деп, Головкинға ұқсағаннан кейін, шоу жақсы өтеді деп ойлаймын, осы кісілермен танып. Негізінде ММА-ға қатысам негізінде. То жаймай ана айтады ғой анау, бойға қарама деп. Как говорится, главных всегда ждут. Ешқандай нәрсе айтқан жоқ. Жігітше айтты. Не опаздывает, а задерживается. Так что это... Вот, мына жерде жиналыс болып жатыр қыз. А что, жиналыс басылып кетті ме? А что, чай ешкім құймай ма маған сонда? Қалай? В смысле шай құймайды? Өзің құйып алмайсың ғой? Жоқ енді, кішкене мына жерде... Нормально жерде отырмыз ғой жиналыс. Кімсің сен? Жоқ, тұратшы, мына жерде реалити болып жатыр екен, иә? Мына жерде реалитимен бәріңізге уважение, бірақ әрқайсымыз өзіміздікін жасауымыз керек, былайша. Шымсы уважение емай, наума кіріп келіп темекін шегіп тұрсың да жиналыс. Тұрсың сен вообще, кім мынау вообще? Мынау кім? Мен кім екенін білмейді ғой деймін, походу. Мен сен бұл жерде жазып тұрмаймын. А что сен мен көрмегенсің ба ешқайда? Вообще көрмеген, кімсің сен? А что сен маған газовать етіп жатсың, мен түсініп тұрған жоқпын. Газовать етіп кімсің? Қойшы. Денене қарама бар ғой, денене қарама. Денене қарама. Рух пойди кемес сен, ой. Рух пойди емес. Жоқ, мен кірдім, газовать етіп жаттым. Мен мына жерге нәтиже, мен өзім білесің ғой, қобысқа как бы претендент үміткер артық сөйлесем, мен
жоқ сонда жасай уважение болсыншы мына жерде тренинг ол психолог қой ертең я ятпай қояды үлкен кісілер де бар қой успокойся мен кеттім короче брат мен түсіре бер все мы сами разберемся а с ним я поговорю потом. Менің есімім Жадыра, толық жасым 29-да, медицина саласының қызметкерімін. Осы уақытқа дейін медицина саласында жұмыс істеп келдім. Аз айлыққа өмір сүріп келдім, поэтому ол ақша маған жетпейтінін түсініп, осы тренингті таңдадым. Өз ақшама, өзім қожайын болғым келді, біреуінің қолында жұмыс істегім келген жоқ. Қазір осындай бізге мүмкіндік беріп жатқан Ерболат ағайға рахмет айтамын. Негізі осы жоба честно болу үшін енді ғана бітірген новичоктарды шақырғанбыз, соның бірі мен Жадыра ханым, бірақ нәтижелері керемет. Бұл кісіден тоже нормальный үміттер күтеміз ғой. Группаның лидері болады, новичок болса да мен сенемін бұл кісіге. Көріп тұрсаңыз лайк басыңыз десе. Бұл қосымша сабақ маған бонус ретінде болып жатқанына өте қуаныштымын. Осынша 300 адамның ішіне іріктеліп мен алғанына өте қуанып тұрмын. Құдай қаласа $500 келдім, сол $500 1,5 мың, $2,000 істегім келіп тұр. Біз осы соңғы поток 25-ші потоктан боламыз. 25-ші потокқа келген кезде бізге себепші болған Арайла ханым болды. Осы кісінің историясын естіп, бізге мотивация болды да, менде қатыса алмаймын, менің қолымнан тоже келеді деп, сол күні, сол мастер-классқа барған күні мен сразу шешім қабылдадым. Мен ал оқимын. Еще онлайн бар ғой, сон офлайн ала мен барып оқимын. Потому что онлайн все равно бір нәрсе жетіспеген сияқты болып тұрады да. Офлайн келген кезде мен ағайдан, еще кураторлардан сен сұрай аласың, ертерек келе аласың, даже больше информация ала аласың, өзің іздеген нәрсе үй тапсырмасы береді. Оның бәрін біз жазып, білмеген нәрсеміздің бәрін сұрауға удобно болды офлайн. Мен үшін өзіме удобно болды да. Сөйтіп жүріп, сол жерде мастер-класста неше түрлі ойындар ойнатты. Сол кезде мен іште болды, бір нәрсе если скидка болсын, или тетрад бар ғой, сол тетрадтың мен қызықтың бар ғой, алып кетсем екен деп. Не үшін маған тетрад бермей жатыр деп. Іште болды, обеда болды да. 25, андай жоқ. Менікі шықсыншы 25% скидка, оқудың ақшасына да, 50% скидка деген ойындар болады. Мастер-класста. Мен де сол кезде мен хотя бы 25 алайыншы, или тетрадты алайыншы, хотя бы 50% дегенде тоже нормальный сумма ғой тоже. Соны алайыншы деп ойлайтынмын. Ешқайсы бермеді. Ну ладно, барған екен. Бәрі бір жетістік болады деп ойладым іштей. Сынбады. Мен до конца барғанды и этого рисковать еткен жақсы көремін өзі. Меня зовут Роза, мне 52 года. Я пришла в этот офис именно к Ербулату, потому что первый раз я когда прослушала его мастер-класс, я поняла, что-то это интересное мне надо. Ну, пришли гости, и мне пришлось отложить. Потом еще раз прослушала мастер-класс, на третий раз уже он автоматически у меня появился в Инстаграме. Думаю, нет, я пойду. И я пришла. Работаю я учителем начальных классов. На реалити я пришла, у меня сейчас на счету $500. Хочу иметь новых друзей, хочу окружение трейдеров. И чтобы у меня окружение миллионеров было. Енді бұл кісі орысша сөйлейді, өздеріңіз көрдіңіздер. Жасы 52 жаста болса да, нәтижелері керемет. Новичок осы соңғы потокны 10 күн бұрын ғана өтірген. Енді бұл кісі тоже мықты командасына алғаш жүруге көмектеседі. Келдім, үйрендім, сосын бір жұмадан кейін ойландым. Күніне $20 істесем жұмыстан шығам деп, бір сменаны тастайын деп. Бір жұма болды, тастадым бір сменаны. Шықпаттыңыз ба? Бақа, жоқ, бір смена қалдырдым, мен 2 смена жұмыс істейтін. 8-ден 6-ға дейін істейтін, қазір 12:30-ға дейін істеймін. Мен Оспанова Ақтолқын, Спандияр қызы. Жасым 42-де. Мамандығым бастауыш сынып мұғалімімін. Жұмыс істегенмін. Қазір онда істемеймін, басқа салада жұмыс істедім кейін. Синол заправкада істедім, кассир болып 12 жыл. Одан кейін қазір енді оны тастап, трейдке келіп отырмын. Жобадан жақсы нәтижелер күтемін. Сол $2,000-ды $5,000-ға жеткізгім келеді. Енді жобаға қатысушылардың арасында ең көп ақша сауып отырған осы кісі сияқты. $5,000-ға дейін барғым келеді депті. Енді көрейік, қолдан келгенше көмектесеміз. Группада чатта активный кісі ғой негізі, нәтиже көрсетеді. Есімім Нұрлыбек болады, жасым 33-те, мамандығым кәсіпкер. Бұрын мемлекеттік қызметте істегенмін, қазір жеке кәсіпкер.
автокөлік саласында. Жобаны $1000 бастаймыз деген ойдамыз, бұйыртса амандық болса. Енді арманды сөйлегенде жаңа бағыт қой. Жаңа затты үйренгім келеді, сол мақсатта келдім. Енді армандарымды орындауым керек, сол мақсатта оқып үйренуім керек. Біз негізі мына группаға бөлеміз деп жатырмыз ғой. Сондағы бір команданың капитаны осы кісі болады. Неге екенін алдағы уақытта өздеріңіз көресіздер. Барлықтарыңызға сәлем, мен есім Арайла, жасым 19-да, қазіргі таңда Астана медициналық университетінде 3-ші курс оқимын. Осы жобаға мен қатысушы ретінде емес, эксперт, яғни сарапшы ретінде келіп отырмын. Жаңадан бері қатысушылардың барлығын көрдік, өте сондай позитивный, энергиясы күшті адамдар сияқты. Менің ойымша, бізде жоба сондай тартысты өтетін сияқты. Өте активный адамдар себебі, жаңа әңгіме айтып келдік қой. Сондықтан да жоба барынша қызықты өту үшін барлығымыз атсалысамыз, және де сіздерге де соңына дейін қарап, бізге пікір жазып, және де көптеген лайк басуларыңызды сұраймыз.